Аудан аумағында автобус жедел алдын алу іс-шарасы өткізіліп жатыр. Қоғамдық көліктердің жол ережелерін сақтап жүруін қадағалау, жол көлік оқиғаларының алдын алуға бағытталған шара қай күндері өткізіледі. Бұл туралы аудандық полиция бөлімінің қызметкерлері айтып берді. Құрметті Бөрлі ауданы тұрғындары, 7 маусым, 9 маусым күндері Бөрлі ауданы аумағында автобус профилактик іс-шара өтуде. Іс-шараның мақсаты жол көлік оқиғасын болдырмау және жүргізушілерді тәртіпке салу. Іс-шара арасында жаңағыдай үлкен кісі тасымалдап жүрген автобустар тексеріледі. Сол жаңағы автобустың техникалық состояниесін қараймыз, жаңағыдай құжаттарын тексереміз. Сондай бір іс-шаралар жүруде. Бұдан бөлек облыс аудан аумағында 17 мамыр мен 16 маусым аралығында қауіпсіз жол жедел алдын алу іс-шарасы өткізіліп жатыр. 17 мамырдан басталған жедел алдын алу іс-шара кезінде 400-ге жуық әкімшілік құқық бұзушылық тіркеліп, хаттама толтырылған. 18 жүргізуші көлікті мас күйінде айдаса, 8 адам қарсы бетке шығып жол ережесін бұзған. Одан бөлек 4 адам көлік жүргізу құқығынан айырылса да көлік тізгіндеген. Өтепберген Қарасай, Майя Мирова, Азамат Бабагужиев, Қарашығанақ телеарнасы.